Күйеу баласы өз үйінен қуып шықты. Оның орнында болсам, қызымды да аямас едім. Болған оқиға. Біз әйелдер отағасы мен балалардың қамын ойлап, бар өмірімізді соларға арнаймыз ғой. Меніңше, Құдай әйелді ол бастан солай жаратып қойған. Отбасы бақыты үшін өзін құрбан етіп отырған шарасыз әйелдер көп қазір. Десе де, қас қағым өмірде алдымен өзіңді ойлау керек екен. Мен мұны кішкентайдан бірге өскен құрбымның тағдырына қарап айтып отырмын. Ақбөпе кооперативтік училищеде оқып жүріп, бір жігіттен жүкті боп қалып еді. Екеуі күшті махаббат еді. Жігіт те мұны құлай сүйетіндей көрінетін. Бірақ Ақбөпенің аяғы ауырлағасын ізім қайым жоқ боп кетті. Ел ішінде әңгіме жатсын ба, баласының біреуді бүлдіріп қойған білген шешесі ұлын нағашыларына жіберіп мәселені өзінше шешпек болыпты. Аяғы ауырлап қалған досым елдің өсегіне қалса да ішегі баланы аман-есен босанамын деп шешті. Сөйтіп өмірге Ажар деген қыз келді. Ақбөпенің анасы өте жақсы кісі болатын. Қызына: немеремді өзім бағам, өсірем. Сен жібі түзеу біреу кездессе күйеуге тей деп қанша айтты. Бірақ бір беткей құрбым өзін айттырып келген жігіттерге қарамай қызын мәпелеп өсірді. Сауда істеп, табыс тауып, қаладан 3 бөлмелі пәтер алды. Ажар қыз мектепті бітірген соң анасының қолдауымен медициналық академияда білім алды. Қазір ол үлкен бір емханада бас дәрігердің орынбасары болып отыр. Ғылыми дәрежесі, атағы бар дәрігер. Өкінішке қарай сол Ажардың күйеуден жолы болмады. Бос сөзге құмар, әр жұмыстың басын шалатын біреу екен. Қазір әйелінің тапқанын ішіп-жеп, бос кезде қыдырып жүр. Бір жолы Ақбөпе: менің де күйеуден жолым болмап еді, қызыма да дені дұрыс күйеу бұйырмады деп айтып қалды. Сөйтсе, Ажар қызы тұрмысқа шыққан соң пәтерден пәтерге көшіп жүріп, 2 баласымен әбден қиналыпты. Сосын анасы қызын, күйеу баласын, немерелерін өзімен бірге тұруға шақырған. Күйеу бала мені жақтырмай ма, қит етсе қызыма ұрсып үйдің берекесін ала береді деп қалған. Арада біраз уақыт өткенде Ақбөпені базарда кездестіріп қалдым. Дереу бір асханаға кіріп, тамақтанып әңгімелестік. Мен қазір пәтер жалдап тұрып жатырмын. Үйді қызыма қалдырғам деп әңгімесін бастады. Ажарды білесің ғой, өте жуас, көнбіс қыз ғой. Күйеуі не айтса да мақұлдап, соның әміріне құлдық ұрып жүре береді. Күйеу балам кейде қызғанып, менің көзімше ұратын. Ондайға шыдап отырам ба? Екеуінің арасына түсіп, күйеу балама ащы тілім тиетін. Ажарыма осы арам тамақты, балаларымды асыраймын деп ақ қартаятын болдың. Ажырасып кетші мынадан, құлағың тыныш болады деп қанша айттым. Қайтейін, қызымның 2 күннің бірінде жылап отырғанын көру маған да оңай емес. Күндердің күнінде Ажар менімен ашық әңгімелесті. Мама, ұрсымызға сіз араласа берген соң ушығып, жағдайымыз қиындап кете береді. Жеке тұрып көреміз-ау. Сіз әлі жассыз ғой, менің бір баламмен бөлек тұрсаңыз қайтеді, деп күмілжіді. Мен не дейін, күтпеген әңгіме болғасын, онда мына пәтерде сендер қалыңдар, мен кетейін деп біл. Кейін арада бірнеше күн өткен соң қызымның айтқанын ой елегінен өткізіп, оған ренжідім. Сонда менен анау жаман байың артық болды ма? Сендерді бақытсыз етіп отырған менмін бе? Барымда нарымда сен едің ғой деп жыладым. Ақырында екеуінің ажырасуын өтіндім. Сөйтсем, қызымның ажырасатын ойы жоқ. Сен сияқты өмір бойы қу тіземді құшақтап өмір сүретін жайым жоқ. Ұрса да, соқса да, байы бар деген атақ керек. Ит те болса балаларымның әкесі, одан өлгенше ажыраспаймын деп аузымды жауып тастады. Сол әңгімеден кейін пәтерді қызыма тастадым да өзім бөлек кетіп қалдым. Анасын сыйлаған қыз болса: мамау, мынау пәтер сіздікі ғой, біз кетейік дер еді. Ажарының санасын улап тастаған ба, үн-түнсіз жібере салды. Қайтейін, бары сол шығар. Қазір 1 бөлмелі пәтерді жалдап тұрам. Енді көрмеймін деп қызыма ренжіп едім. Қайдан? Біраз уақыттан кейін іштегі өкпе реніш сейіліп қалды. Қазір анда-санда келіп, аз-маз ақша қыстырып кетеді. Арасында немерелерім келеді. Апа, біздің үйге жүріңізші, сізді сағындық деп қоймағасын арасында үйме барып тұрам. Ондайда дөңке мінезді күйеу баланың қабағы бір ашылмайды деп ағынан жарылды. Мына әңгімеден кейін ашуым келді. Ақбөпенің орнында болсам, әлгі күйеу баланы артына ит салып тұрып қуып шығар едім. Қызын да аямас едім. Қайта бұл жуастық қылып өз пәтеріне паналтып, мәрттік қылыпты. Бірақ өзінің тентіреп жүргені жаныма батты.
Жас күнінде қызымды жәутен етпейін деп сөз салғандардың бетін бекер қайтарыппын. Қайта біреуге тиіп тағы 2-3 перзентті тапқанымда қазір жалғызыма жалтақтап отырмас едім, деп көздің жасын бір сығып алды құрбым.